Мен CNN, Focus, CBS бәрін көремін. Бірақ олар айтпаған көптеген ақпараттар бар. Нақтылы айта аламыз, бұның геннің қайта құрастырылуы арқылы зертханада дайындалғанын. Бұл нағыз Қытай коммунистік партиясының бейнесі. Қытай коммунистік партиясы зұлым. Вирустан зардап шеккен әрбір адам Қытай коммунистік партиясынан зардап шеккен болады. Мен биыл ақпанның басынан бастап Ухань вирусының келу қайнарын зерттей бастадым. Бұл індет Хонконг демократтық ереуілі жарты жылға созылған кезеңмен Тайвань сайламы, ақш-Қытай сауда келісімі сынды бірқатар оқиғалар аясында пайда болды. Менің атым Джошуа Филипп, Нью-Йорк Эрох Таймс журналының тілшісімін. 10 жылдан бері Қытай коммунистік партиясының тыңшылық әрекеттері мен дәстүрлі емес соғыстарын хабарлап келдім. Қытай ақпараттық бұғатынан құтылып шыққан видеолар мен ақпараттар Қытай індетінің Қытай билігінің хабарлауынан әлде қайда ауыр екенін растайды. Тексеруімнің ішкерлей түсуіне байланысты Қытай билігінің жауабы маған тіпті де көп күдік тудырды. Істің Қытай билігі хабарлағандай жеңіл емес екенін танып жеттім. Бүгінгі күнде вирус індеті әлемнің 100-ден аса еліне әсер етуде. Неше 100 миллиондаған адамның өмірі қатер үстінде. Қытай билігінің сөзіне қарағанда, індет Ухань теңіз өнімдері базарынан табиғи жолмен тараған. Ухань Хубей провинциясының орталығы. Қытайдың орталық өңіріндегі ең үлкен қала. Хуанан базары Ухань қаласының Дзянхан ауданында орналасқан ірі базары. Доңыз еті, әртүрлі мұздатылған теңіз өнімдерімен қатар жабайы аң-құста сатылады. Індеттің алғаш адамдар назарына ілінуі Ухань денсаулық сақтау мекемесінің ішкі ұқтыруынан болды. Қаламыздағы теңіз өнімдері базарынан беймәлім өкпе қабынумен ауырған адамдар пайда болды. Бұл 2019 жылы желтоқсанның 30-ында жарияланған. Барлық қатысты мекемелердің бұндай ауру жайында жоғары билікке хабарлау керектігі нақтылы жазылған. Соңынан бұл ұқтыру әлеуметтік желіге таралып кетті. 31 желтоқсанда Ухань қалалық медициналық орталығы пневмония ауруларының Хуанан базарымен қатысы барын жазған. Алайда қатысты ұқтыруда адамнан адамға жұғатынына дәлел жоқтығын, дәрігерлердің жұғымдалуы байқалмағанын жазған. 2020 қаңтардың бірінде Хуанан базары демалатындығы жайында ұқтыру шығарған. Соңынан түбегейлі тазалық жүргізілді. Тілшілердің қарауынша бұның барлығы асығыс жүрілді. Әйгілі Хонконг сарыс маманы Гуан Yi бұл әрекетті сынға алып, айғақ орнын жоғалтқанмен бірдей деді. Соңынан Ухань билігі қайта-қайта көптеген Ухань пневмония науқастары теңіз өнімі базарымен қатысы бар деп дәріптеп келді. 26 қаңтар Қытай жұқпалы аурулар бақылау орталығы Хуанан базарының 585 үлгісінің 33-інде коронавирус қышқылы барын айтқан. Әрі үлгіден вирус сәтті бөлініп алынғанын, сол вирустың Хуанан базарындағы жабайы аң-құстан шыққанын меңзегендей болды. Сонымен базар індеттің тараған көзі деген ұғым қалыптасты. Әрине бұл биліктің ұйғарымы. Бірақ бір күннен кейін ғылым журналы жариялаған ақпаратында Қытай билігінің мәлімдемесіне үлкен күмән жасады. Ақпаратта әлемге әйгілі медициналық Lancet журналының бір мақаласын пайдаланған. Мақалада вирус көзінің Хуанан базары екендігіне күмәнмен қараған. Мақаланың темесі 2019 коронавирусы науқастарының клиникалық ерекшеліктері деп аталады. 24 қаңтарда Lancet журналында жарияланған. Мақала авторы Ван Чаолин, ол Чиньинтан емханасының орынбасары бастығы. Бұл емхана Уханда анық болмаған пневмония ауруларын қабылдауға берілген тұңғыш емхана. Не үшін бұл мақала биліктің мәлімдемесіне күмән келтіреді деп ойлайсыз? Меніңше бұл мақала өте маңызды және көптеген маңызды деректерді нұсқаған. Мысалы, айтылған бірінші науқас 1 желтоқсанда ауырған. Ал бұл науқастар Хуанан базарымен еш қатысы жоқ. Және де бірінші науқас пен кейінгі науқас арасында медициналық ғылым жағынан байланыс жоқ. Жалғасты бұл мақалада 10 желтоқсан
желтоқсанда және 3 науқас пайда болғанын айтқан. Бұлардың ішінде 2 науқас Хуанан базарымен байланысы болмаған. Жалпы мақалада көрсетілген 41 науқастың ішінде 14 науқас Хуанан базарымен еш қатысы жоқ. Бұл 3-тен 1-нен көп, және де ол базарда ешкім жарғанат етін сатпаған. Ауру бақылау орталығының басшылары да базарда жарғанат байқалғаны туралы айтпаған. Lancet журналының мақаласы шүбәсіз түрде алғашқы науқастың базарда болмағанын анық білдірді. Және де базар мен оның маңайында ешқандай жарғанат болмаған. Вирустың адамдар арасында тез таралуы биліктің тек базардан таралды деген сөзінің сенімсіздігін көрсетеді. 29 қаңтарда Lancet журналы жалғасты. Джин Тан емханасындағы 99 науқасқа талдау жасаған мақала жариялады. Ішінде 50 науқастың айтылған базармен қатысы жоқтығы көрсетілген. Жаңа Англия журналы да бір мақала жариялап, 22-сінен бұрын тіркелген 425 науқастың ішінде 1 қаңтардан бұрын ауырған 45% базармен қатысы жоқтығы меңзелген. Мән берсеңіз, екі журналға жарияланған мақалалардың авторларының барлығы Қытайдың медицина мамандары. ақш Джорджтаун университеті жұқпалы аурулар маманы Даниэл Люси Lancet мақаласына пікір білдіріп, сандық мәліметтері дұрыс болса, онда бірінші науқас 2019 жылдың қараша айында жұғымдалған. Өйткені жұғымдалған соң ауру белгісі пайда болғанша біраз жасырын уақыт болады. Бұл демек 15 желтоқсанда Хуанан базарымен қатысы бар деген науқастардан бұрын-ақ Уханның кей жерлерінде вирус адамдар арасында тарала бастаған. Мемлекеттік денсаулық сақтау мекемесінің бірінші мамандар тобы 31 желтоқсанның өзінде Уханға келген. Бұл мамандар Джин Тан емханасына тексеру алып барған соң диагностикалық өлшемдер жасап шыққан. Міндетті түрде базармен қатысы болуы керек, дене қызуы болуы тиіс, геномдық тексеруден өту сынды 3 түрлі шарттар қойған. Осы 3 өлшемнің біреуі кем болса болмайды. Джон Наншанды қамтыған екінші кезекті мамандар тобы 18 қаңтарда Уханға барған соң ғана бұл өлшемдерге өзгеріс енгізілді. Не үшін мамандар тобы ауру өлшемін базармен қатыстырып жатыр? Оның үстіне 3-тен 1 науқастың базармен қатысы жоқтығын анық біле тұра. Олар 14 науқастың базармен қатысы жоқтығын анық біледі. Бұл демек тағы бір індет ошағының барлығынан дерек береді. Меніңше бұл бір жауапкерсіздіктен немесе басты таралу ошағын жасырып отыр. Меніңше өтірік жерді індет ошағы деп көрсетіп, нағыз індет ошағын жасыруда. Сен нағыз шынайы зардап шеккендерді көре алмайсың. Ол үшін бұның барлығын майшамен қарауға тура келеді. Біздің Қытайдан алған мағлұматтардың ішіндегі жұғымдалғандар мен өлгендер саны өте күдікті. Пекин желтоқсан мен қаңтар айының арасындағы 6 аптадағы індетке қатысты ақпараттарды құрсаулаған. Олар 20 қаңтарда ашық түрде мойындаған болса да, ақпаратқа жалғасты шектеу жүргізді. Білетініміз 26 қаңтарда құрылған 9 адамнан құралған басшылық топтың ішіндегі басым көп басшылықтары үгіт насихат бөлімінің шенеуліктері. Топ жетекшісі Қытай коммунистік партиясының пропаганда саласының орынбасар бастығы. Бұған қарағанда Қытай билігінің негізгі мақсаты ақпаратты құрсаулап сөз еркіндігін шектеу. Бұл олар үшін індеттен де маңызды. Сарыс болған жылы мен Қытайда едім. Біз шегініп шықтық. Бұл жолы да солай болды. Ешқандай шыншылдық жоқ. Әр қашанда солай. Олар ұзақ мерзімге шейін шындықты жасырады. Ең соңында жасыруға мүмкіндіктері қалмағанша. Бұл жолғы індетте де солай. Олар шындықты мүмкіндігі қалмағанша жасырады. Сосын олар әрекетке көшеді. Оныншы қаңтар Қытай Ухан жаңа коронавирусының ген тізбегін жариялады. Әлемнің ең мықты мамандары вирусқа дереу зерттеу жүргізе бастады. 7 қаңтар Қытай ауру бақылау зерттеу орталығының академигі
Чжан Йонgjin Фудан университетінің қоғамдық денсаулық сақтау колледжімен бірге Табиғат журналына диссертация жіберген және бұл 3 қаңтарда жарияланған. Диссертацияда Ухань коронавирусы вирус коп ZC45 пен вирус коп ZXZ21-ге жақын екені анық көрсетілген. Бұл Қытай әскерилерінің екі түрлі жоушан жарғанат вирус үлгісімен тығыз байланысы бар. Ішінде Ухань вирусы мен коп ZC45 вирусының нуклеотиндер тізбегінің ұқсастығы 89,1%. NSP7 мен мембрана ақуызының Е үлгісі амино қышқылының ұқсастығына 100% болған. Amino acid similarity in the NSP7 and E proteins. Диссертация жарияланған соң дереу басқа мамандар жағынан қолданды. ақш ұлттық денсаулық сақтау институты биотехнология информация орталығының салыстыру құралы Қытай билігі 12 қаңтарда тапсырған вирустың геномдық құрылымына гендік салыстырулар жүргізді. Бұл академик Чжан Йонgjinнің байқауын растады. Қытай ауру бақылау орталығының маманы Лу Роуден 30 қаңтар Lancet журналына диссертация жариялап, Ухань вирусы ілгері жоушан жарғанатынан алынған вируспен 88%-ға дейінгі ұқсастығын айтқан. Қытай Зhejiang провинциясы жоушан жарғанатының денесіндегі коронавирусын ең алдымен Нанкин әскери мамандары байқаған. Әскери істер медициналық зертхананың маманы 2018 жылы ағылшын тілінде диссертация жариялаған. Диссертацияда жоушан жарғанат денесінен жаңа түрдегі коронавирусын байқағанын жазған. Жоушан жарғанат SARS коронавирусы қысқартылып жоушан вирусы деп аталған. Ғалымдар індеттің себепкері Ухань вирусы мен Нанкин әскерилері байқаған жарғанат вирусының жоғары дәрежеде ұқсастығын байқаған. NSP7 мен мембрана ақуызының амино қышқылдарының жақындығы 100%. Бұндай жоғары дәрежедегі ұқсастық нені көрсетеді? Вирус айқас түрлеріне жұғымдалғанда 100% ұқсас болған ақуызды көру өте қиын. Демек бұл вирустың гендік инженерия арқылы дайындалғанын меңзейді. Мен әрине амино қышқылының 100% ұқсастығына сенемін. Бұл оның табиғи жолмен түрленбегенін, тіпті сенімді болатынымыз зертханада дайындалғанын білдіреді. 2020 жылы 21 қаңтарда Қытай ғылым академиясы Шанхай Пастер зертханасының қызметкері Қытай ғылымы өмір ғылымы журналында бір диссертация жариялады. Бұл диссертацияның маңызды бір жері Ухань вирусының S ақуызы мен SARS вирусының жоғары дәрежеде түптүркіндік бары. S ақуызы деген не? Коронавирусынан көре алатын кішкентай саңырау құлақтар S ақуызы болып есептелінеді. Ол коронавирусының адам денесіндегі жасушаларға енетін маңызды құралы. Егер біз адам денесінің жасуша бетіндегі рецептерін бір құлыпқа теңесек, онда S ақуызы құлыпты ашатын кілт болып есептелінеді. Ол құлыпты ашып жасуша ішіне кіре алады, сонымен көбейіп жасушаны құртады. Бұл вирустың адам денесіне оңай жұғымдалатындығын меңзейді. Демек, бұл вирустың адам ағзасын зақымдауының маңызды себептерінің бірі. Науқас ауруға кіріптар болғанда, вирус ағза ішіне таралу жылдамдығы тез болады. SARS-1-ден қазіргі SARS-2-ның S ақуызының жоғары дәрежеде ұқсас болуы, S ақуызы шприц секілді құлыпты ашатын кілтті меңзейді. Ол вирустың адам ағзасына кіруіне көмектеседі. Демек, бұрынғы SARS вирусының ауру тудыратын шприц ақуызы вирустың адам ағзасына кіре алатын жолын дайындайды деген сөз. Өйткені табиғи түрленген вирустың ақуызы адам ағзасына жұғымдалмайды. Бұл зерттеулер бастан аяқ Уханда жасалып келді. Осыған қатысты диссертация 2007 жылы жарияланған.
Анық жері Ухан вирусында сарыстың ес ағуызы болмағанда вирус адам денесіне кіре алмайтын еді. Сондықтан бұл тағы бір рет індеттің базардан таралмағанын дәлелдеді. Демек, сен қандай жолмен жарғанаттан ежелгі сарыс вирусынан ес ағуызын ала аласың? Бұл зертханада дайындалған. Вирустың гендер тізбегіне жүргізілген зерттеулер көптеген маңызды ақпараттарды айқындайды. Ухан таңғы газетінің 28 ақпандағы хабарына негізделгенде, ең алдымен әлемге Ухан вирусының гендер тізбегін жариялаған Шанхай P3 зертханасы билік тарапынан жапқызылған. Зертхананың вирусқа тереңдей зерттеу жасауын тоқтатқан. 11 қаңтарда ең алдымен гендер тізбегін әлеммен ортақтасқан Жаң Юнgjin профессор тобы осы P3 зертхананың мамандары. Сайшин сайтының 26 ақпандағы хабарына қарағанда, Жаң Юнgjin тобы 5 қаңтардың өзінде-ақ вирустың штабын айырып алған әрі ген тізбегін анықтаған. Бұл бұрын соңды болмаған коронавирус екендігін байқаған. Шанхай әлеуметтік денсаулық сақтау орталығы сол күні мемлекеттік басқармаға хабарлап, шара қолданып таралуының алдын алуына кеңес берген. Бірақ 11 қаңтарға дейін билік ешқандай шара қолданбаған. Сол себепті бұл мамандар тобы вирустың тізбегін ашық жариялауға шешім қабылдап, информацияны вирус ғылымы веб-сайтында бөлісіп, ген тізбегін әлемге ең алғаш жариялаған топ болып қалды. Сайшин газетінде Хубей денсаулық сақтау басқармасы 1 қаңтарда ген кезектік компаниясына Ухан пневмония үлгісін тексеруге болмайды, үлгіні жою керек, сыртқа ақпарат таратуға болмайды делінген нұсқаулар берген. Information on the samples, related to papers and related data, are all prohibited from release. 3 қаңтарда мемлекеттік денсаулық сақтау басқармасы мемлекеттік денсаулық сақтаудың 2020 ғылыми хаттама 3 нөмірлі құжат жариялап, осыған ұқсас бұйрық берген. Осыдан соң бір мезгіл белсенді болып келген Қытай ғылым саласы тып-тыныш болып қалды. Suddenly fell into an eerie silence. Қытай коммунистік партиясы сірә нені жасырмақшы? Бұл Қытай билігінің қатысты ақпараттарды сүзгіден өткізіп жатқандығынан дерек береді. Олар үлгіге тексеру жүргізуге, ген тізбегін жариялауға, тіпті қоймаға тапсыруға рұқсат бермеді. Қытай коммунистік партиясының бұл әрекеті адамды алаңдатады. Ген тізбегін жариялауға, қоймаға тапсыруға болмайды. Олар вирусты 6 аптада еркін таратып жіберді. Басқа мемлекеттердің өздерін қорғауға мүмкіндік бермеді. Бұл үлкен бір жауапкерсіздік. Өз халқына қауіп төндіріп қана қоймай, бүкіл әлем еліне қауіп әкелді. Қытай билігіне басқаша көзқарас жоқ. Олардың індеттің кеңінен таралуына жауапкершілігі бар. Әр жолы вирус қайтып оралғанда, кеңінен таралатын індетке айналады. Вирус енді арамызда ұзақ уақыт жүретін болады. Вирус өлтірген әрбір жан, зардап шеккен әрбір адам үшін Қытай билігі жауап беруі керек. Гендер тізбегіне жүргізілген зерттеулер арқылы вирустың ес ағуызының хайуанаттан адамға жұғымдалатын негіз екенін байқадым. Мен желіде осыған қатысты ғылыми зерттеулерді іздегенімде, бір даулы Қытай вирус маманы назарымды аударды. Ол ұзақ уақыт бойы жарғанат және коронавирусын зерттеумен шұғылданған. Ол ең алдымен коронавирусты түрлендіру арқылы арадағы кедергіні бұзып, адам денесіне жұғымдалатын кілтін тапқан. Ол ең алдымен сарыс вирусын бірнеше жарғанат денесінде гендік құрастыру арқылы сарыс коронавирусын жасап шыққан. Оның аты Шықты. Онымен біз деген вирус көзінің арасында бір маңызды байланыс бар сияқты. Википедияға Шыттың атын кіргізсек, бізге берілген мәлімет Қытай вирус маманы, Қытай ғылым академиясы, Ухан вирус зерттеу орталығы зерттеуші деп шығады. Ішкерлей ізденсек, Шықты Уханда індет тараған соң үнемі қауесетке қалып отырған. Себебі ол 2015 жылы бір диссертация жариялап, адам қолымен вирусты құрастыру жайындағы зерттеулері турасында ауыз қалған. Қытай коммунистік партиясы қолдайтын Сайшин сайты арнайы Шыттыдан сұхбатта алған. Шықты доктор Қытайдың ең жоғары дәрежелі мамандарының бірі деген ақпарат таратқан. Шықты доктор Қытайдың ең жоғары дәрежелі мамандарының бірі. Ол Ухан вирус зерттеу орталығында коронавирус зерттеумен шұғылданған. Оның басылымнан шыққан көптеген нәрселері бар. Жарғанат өңірінен алынған
жарғанат коронавирусы туралы, оның зертханасының қандай артықшылықтары бары туралы, өте нәзік күрделі жолмен вирусты өзгерту қабілеті бары секілді. Сонымен қатар адамзатқа жұғымдалуға ең ыңғайлы вирус екендігі. Ішкерлей тексеру барысында Шижіңлидің қатысты диссертациясы біреу емес, 4 екендігін байқадым. Әрбір диссертацияда маңызды ақпараттар қамтылған. 2003 жылы SARS індеті тараған соң Шижіңли үздіксіз коронавирусын зерттеумен шұғылданып келді. 2010 жылдан бастап Шижіңли командасының зерттеу бағыты коронавирусын зерттеуге бағытталған. Жан жануарлар арасында бөгетті қалай бұзып, тез жұғымдалатындығы туралы зерттеген. Және оның зерттеу нысаны коронавирусының ес ағуызына қарай шоғырланған. Яғни олардың Ухандағы зертханасы әлдеқашан коронавирусының түрлерден аттап адамзатқа жұғымдалатындығының кілтін тапқан. 2010 жылы 6 маусымда Шижіңли командасы бір диссертация жариялап, ода мәлім бір түрлі технологиялық әдіспен әртүрлі жарғанат ICA рецептерінің адамзат SARS вирусының ес ағуызына болған сезімталдығын тестілеген. Тәжірибеде олар тағы жарғанат ICA2-ның бірнеше басты амин қышқылдарын өзгерткен. Сол арқылы SARS вирусының ес ағуызымен бірігуін тестілеген. Бұл диссертацияда Шижіңли командасының ес ағуызы мен ICA2 рецептерінің арасындағы ерекше байланысты сезгенін білдіреді. Бұл Шижіңлидің коронавирусының адам денесіне енетін жолын байқағандығын білдіреді. 2013 жылы қазанда Шижіңли командасы ықпалды басылым Табиғат журналында диссертация жариялап, коронавирус зерттеуінде жаңа ілгерілеуге қол жеткізгенін білдірген. Сонда бұл жаңа ілгерілеу нені меңзейді? Олар жарғанат денесінен 3 түрлі вирусты сәтті түрде бөліп алған. Оның ішіндегі бір вирустың ес ағуызының белгілі бір ерекше жерінен адамзат рецепторымен біріге алатынын байқаған. Және SARS вирусының осы арқылы адам денесіне оңай жұғымдалатындығы, жеміс мысығы секілді аралық дәнекердің де керек жоқтығы. 2015 жылы қарашада Шижіңли командасы жалғасты тағы бір диссертация жариялады. Англия табиғат медицина журналында олардың сәтті түрде бір түрлі өзін көбейте алатын химерик вирусын жасап шыққандығын талқылайды. Бұл вирус SARS вирусының қандасы, бірақ оның бетіндегі ағуызы Шижіңли 2013 жылғы диссертациясында айтып өткен жарғанат коронавирусының ес ағуызына ауыстырылған. Бұл адам жасап шыққан жаңа вирус лезде түр аралық аттап тез жұғымдалу қабілетінің барлығын көрсетті. Бұндай қоспа вирусымен жұғымдалған ақ тышқанның қос өкпесі ешқандай дәрі-дәрмек көмектесе алмайтын дәрежеде қабынған. Бұл диссертацияда Шижіңлидің SARS вирусына түр аралық жұғымдалудың кілтін сәтті тапсырып беріп, түраралық жұғымдалудың есігін ашқандығын көрсетеді. Адамды алаңдататыны тышқанға жасалған сәтті тәжірибе Шижіңлидің тек қана бір шағын тесті ғана. Адам тектес жануарларға да ішкерлей тәжірибе жасамақшы. Шижіңли командасы ешқашан бұл түрдегі жануарларға жасалған сынақ нәтижесін айтпаса да, бұл адамның есіне мынаны түсіреді. Шижіңли командасы бұл химерик вирусын адамға қалай жұғымдалуды модельдеп жатқандай. Әрине, бұлай істеу дау тудырмай қоймайды. Шижіңлидің эксперименті ғылым саласында лезден үлкен талас тудырды. Франция Пастер зертханасының вирус ғылымдары маманы Саймен Вейн Хабсон өзінің үлкен алаңдатушылығын білдірді. Ол табиғат журналына егер вирус қашып шықса, оның таралу іздерін ешкімде мөлшерлей алмайды. Вирус әрқандай жерге дейін таралып кетуі мүмкін деп жазған болатын. Оның ескерткендері дәл қазір болып жатқан жағдай. Вирус бармаған жер жоқ. Вирус зертханада ғалымдар қолынан дайындалмаған болса, бұлай әр мемлекетте тез жылдамдықпен таралып кетуі мүмкін емес еді. Шижіңлидің қосымша зерттеуі бір көзқарасты нақтылады. Бұл коронавирус зертханада қолдан құрастыру оқиғасы. Екі түрлі ұқсамаған вирусты қосып жалғаған. Сондықтан оның зерттеуі бұл жорамалдарды нақтылады. Вирустың жануарлар арасында табиғи жолмен таралуы мен пайда болуы мүмкін емес. Ол сөзсіз емхана немесе зертхана орындарына шыққан. Ухан биологиялық қауіпсіздік P4 зертханасынан шыққанын негізінен білуге болады. From a hospital setting, the laboratory setting, almost certainly the biosafety level for Wuhan Research Facility. Бірақ Шижіңли осымен тоқтап қалған жоқ. 2018 жылы 14 қарашада Шижіңли Шанхай Жаутың университетінің
тіршілік ғылымы техникасы институтына барып лекция жасаған. Лекция тақырыбы дәл жарғанат коронавирусы және оның түр аралық жұғымдалу зерттемесі болған. Қазір бұл ақпарат билік жағынан өшіріліп тасталған. Мен және екі маңызды жібішін байқадым. Шыжыңли командасы шұғылданып жатқан зерттеуінің қатерлі екенін көзде ұстап, алдымен 2014 жылы 16 қазанда Обама үкіметі зертханалардың әлеуметтік денсаулыққа қатері бар сарыс, меріс және жұқпалы тұмау сияқты вирустарды пайдалануынан алаңдап, зерттеудегі функция бағытын өзгертуді ақш мемлекеттік денсаулық зерттеу орталық арқылы тыйым салу бұйрығын беріп, осындай зертханалар мен зерттеулерге қаржы бөлінбейтінін жариялаған. Оның ішінде Шыжыңлидің да жобасы бар. Және де Солтүстік Каролина университетіндегі вирус маманы Ралф Барик доктор бірлесіп жүргізіп жатқан жарғанат сарыс коронавирусының генді қайта құрастыру жобасы да бар. Одан тыс Уханда індет тараған соң, үндістандық ғалым Ухан коронавирусы мен сарыстың ес ағуызының ген тізбегін салыстырған. Сонда сарыс вирусына қарағанда Ухан коронавирусының ес ағуызында 4 жаңа тізбек қосылған. Гендер қамбасындағы тізбектермен салыстырғанда, бұл 4 жаңа тізбектің барлығы HIV-дің ағуыз тізбегінен табылған. Шыжыңли мақала жариялап үндістандық ғалымның көзқарасына тойтарыс жасаған болса да, алайда бұл 4 жаңа қосылған тізбектің барлығын жоққа шығарған жоқ. Тағы бір ғалым салыстыру сынағын жүргізу арқылы ген қамбасында бұндай тізбек қосылған вирус тек 3 түрлі болатынын айтқан. Бірінші HIV вирусының өзі, екінші Шыжыңлидің 2013 жылы байқаған жарғанат коронавирусы, үшінші дәл қазіргі әлемге таралып жатқан Ухан коронавирусы. Біз осындай жұмыспен шұғылданғанымызға 40 жылдың жүзі болды. Ухан коронавирусына тізбектік анализ жасаумен салыстыру арқылы бұл вирус бөгде адамзат пен бөгде жануарлар генін қамтығанын байқадық. Тіпті мембрана ағуызы да СПИД вирусының GP41 ағуызынан келген. Including some envelope, the GP41 from HIV. СПИД вирусынан алынған GP41 деген не? Мен оны желіде іздегенімде тапқан жауабым GP41 СПИД вирусының бір ағуызы. Ол адамзат иммунитет жасушасына жұғымдалатын және иммунитеттік қабілетін жоғалтатын бір кілт. Егер Джуди мен оның әріптестерінің байқағаны дұрыс болса, Ухан коронавирусының адамзатқа жұғымдалатын кілтінде СПИД вирусының ағуыз тізбегі бар деуге болады. Бұл менің есіме Ухан коронавирусымен ауырған науқастардың иммунитетінің жоғалуындағы әртүрлі ауру белгілері түседі. Олар адамзатқа таралатын коронавирусына зерттеу жүргізіп жатыр, әрі оны диссертация етіп жариялады. Бұл олардың нақтылы жариялаған зерттеуі. Бұл жерде туындайтын сұрақ: сендер не үшін адамзатқа жұғымдалатын коронавирусын жасап шықтыңдар? Бұл зерттеудің мақсаты не? Қару жасап шығу үшін бе? Бұндай болғанда сендер ғана вакцина жасап шығара аласыңдар да, бұл аурудан тек сендер ғана пайда көре аласыңдар. Қытайлар біздің мәліметтер базамызға кіре алады. Олар барлық зерттеу нәтижелерін де біле алады. Оларда біздің барлық университетке кіре алатын орайы бар. Олардың ғалымдарын тәрбиелеп жатырмыз. Оларда біздің ғалымдармен кезіге алатын мүмкіндігі де бар. Жақынғы Гарвард университетінің химигі үстінен арыз шағым түсірілгені сияқты, менің айтпақшы болғаным, бұл 1000 адамдық жоспар дүние жүзіндегі әр саланың ең мықты деген зерек мамандары Қытайға көмектесіп, қытайлардың жоспарын іске асырып жатыр. Өзің білгендей, жоспардың барлығы әскери және бұқаралық екі бағытта. Пекиннің ақшқа болған шабуылы неше аптаға дейін ұласты. Адамды өте алаңдатады. Бұл Қытайдың үміт үзгендігін білдіреді. ақш өзін қорғауы тиіс, өйткені Қытай коронавирусты біз Қытайға таратты деп үгіттеп жатыр. Сондықтан ақш Қытайдың Канада мен ақштан коронавирус үлгісін ұрлаған шындығын алып шығуы тиіс. Олар үлгіні Уханға жіберген. Біз Ухан зертханасында қандай істер болып жатқанын анық білмейміз. Бірақ қазір ақштың өзін қорғайтын уақыты келді. Wuhan Institute of Virology, but it's time for the United States to defend itself.